Тұрамыз. Жинақтал. Реттел. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Отырамыз. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін сабақты бастамас бұрын кім жоқ екенін түгелдеп алсақ, сынып әкімі кім жоқ бүгін сабақта? Сыныпта Төлеген Бағарке, Сұлтан Рамазан, Ғалымбекұлы Азамат, Жаппар Айнара және Баусы жоқ. Жақсы, рахмет, отырыңыз. Енді білесіздер, сабақтың тақырыбына кіріспес бұрын алдарыңызда адамның манекені жатыр. Адам алғашқы көмек көрсету үшін адам не істеу керек? Кім жауап береді? Адам көмек беру үшін адамға. Адам не істеу керек? Адам естен тану керек. Естен тану керек. Дұрыс айтасыз. Соған байланысты бүгін біздің тақырыбымыз сабақтың естен танғанда алғашқы көмек көрсету. Жалпы өмірлеріңізде кездескен бе алғашқы көмек көрсету? Бір кісіге, қарт кісіге болсын. Болды ма? Жақсы. Енді осы тақырыпқа байланысты қосымша тоқталамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы естен тану кезінде алғашқы көмек көрсету. Сіздерге мен тарапымнан естен тану түрлерін түсіндіру, алғашқы көмек көрсету, арнайы әдістерді пайдалануды үйрету. Келістік қой? Енді бізде ақпан айында өзінің дәйек сөзі бар, заң және тәртіп. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Кімнің сөзі? Бауыржан атамыз. Дұрыс айтасыздар. Енді араларыңыздан топ басшыларын сайлаңыздар. Қазір сайландыңыздар ма? Енді ортаға келіп, мына жерден топтың атын алыңыздар. Жақсы. Осы бойынша қазір бақылаушылар тобы, сіздер құтқарушылар тобы, сіздер сақшылар тобы. Бәрекелді. Енді әлеке келесіз. Сабақты теориялық бөліммен бастайық. Естен тану, миға қан, оттегінің уақытша жеткіліксіз түсуінен болатын қысқа мерзімді есінен айырылу жағдайды айтады. Түсіндіңіздер ме? Ол кенеттен пайда болып, әдетте бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін созылады. Қажет болған жағдайда жедел жәрдем шақыртылады. Жедел жәрдемнің номері қандай бізде? 103, дұрыс айтасыздар. Енді естен танудың негізгі себептері. Қатты қорқу немесе күйзеліс. Кенеттен қатты қорқамыз ғой, немесе күйзелісте жүреміз. Осыда не? Адамның естен тануына әкеп соқтырады. Түсіндіңіздер ме? Екіншісі қан қысымының төмендеуі. Кейде болады, кейбір адамдарда қан қысымы жоғары, төмен. Жоғары болса да естен тануға алып келеді, төмен болса да не істейді? Естен тануға алып келеді. Түсіндіңіз ме? Ұзақ уақыт аш жүру, яғни аш, тамақ жемей, шай ішпей, азанда су ішпей, азаннан кешке дейін еш нәрсе дәм татпай жүрсеңіздер, неге алып келуі мүмкін? Естен тану алып келуі мүмкін. Ауа жетіспеушілігі. Қалай түсінесіздер ауа жетіспеушілігі? Яғни кабинетте таза ауаның болмауы, ыстық болуы, ауаның кең ауқымды болмауына байланысты адам не істейді? Естен танады. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан бір мезгіл бөлме болсын, мектептегі кабинеттер болсын, бір мезгіл не істеуіміз керек? Терезені 5 минутқа ашып қоюымыз керек. Келісесіздер ме? Келесі қатты шаршау немесе күн өту. Қатты шаршау, көп жұмыс жасаймыз. Ода не істейді? Демалмағаннан кейін естен тану алып. Немесе күн өту дейді. Күннің астына көп жүргенде не істейді? Адам күн өтеді. Түсінікті ме? Енді осыған байланысты, әлек келесі. Сіздерге қазір жағдайды анықта тапсырмасын береміз сіздерге. Бұл жерде не істейсіздер? Берілген жағдай бойынша естен тану себебін анықтайсыздар. Одан кейін жағдайлық тапсырманы оқисыздар. Одан кейін талқылауға бағыттайсыздар. Түсінікті ме? Жаңағы топ басшылар келіп, мына жерден тапсырманы алыңыздар.
Үш тапсырманың біреуін алыңыздар келе. Сіздерге уақыт беріледі, 10 минуттың көлемінде әлеуметтік желіден, чат-GPT-ден осы бойынша мағлұмат іздейміз. Оны алдарыңызда ақ парақ бар. Оны көрдіңіздер ме? Осыған жазып қорғайсыздар. Түсінікті ме? Ақ параққа қорғайсыздар, жазып. Сіздер де ақ параққа толтырып, араласып отырсыңыз. Ортаға салып, өзің жаза беріңіз, қалай болады? Өзіңіздің ойыңыз саңыз, бір-бірлеріңізге айтыңыздар. Үш тапсырма берілді. Әр қайсыларыңызға жағдаят берілді. Оған байланысты сұрақ бар. Соған байланысты жауап берсеңіздер. Жаңа мен алдында түсіндіріп өтіп кеттім. Естен танудың бірнеше түрлері бар екенін. Соған байланысты анықтап тапсырманы орындасаңыздар. 10 минут көлемінде уақыттарыңыз бар, асықпай. Я. Жаңағы қазіргі қолданыста дамып жатқан чат-GPT бар, содан тапсырма алсаңыздар, бірақ оған көп сенім қалмаңыздар. Өздеріңіз ойларыңызды қосыңыздар. Жарай ма? Келістік қой, жазасыздар, қорғайсыздар. Бұл жерде топ болғаннан кейін екі адам шығып қорғасаңыздар болады. Немесе жалпылама топ бойынша қорғасаңыздар болады. Тапсырма қызық пе екен? Жалпылама тақырып қиын болғанмен, бірақ жағдаяттар оңай. Себептерін, не үшін, не істеуге болады, қандай көмек көрсетуге болады, соны анықтап жазасыздар. Болсаңыздар, қол көтересіздер, болдық деп. Тағы да қосымша толықтырыңыздар. Ойланыңыздар. Бақылаушы топтар сіздер жалпылама бақыласаңыздар болады. Топқа қарай. Құтқарушылар топтар құтқару жағына қарай бағыттасаңыздар болады. Сақшылар барынша саққа қарай қорғасаңыздар болады. Арасында өз ойларыңызды да қосыңыздар. Парақтарыңыз жетеді ғой, жетпесе айтыңыздар. Неқыт жазып отырыңыз? Белгілерінен бөлек сізге қандай тапсырма берілді? Соны анықтайсыз, соған байланысты қандай болдырмаудың әрекетін жасайсыз? Не істеуге болады? Сіздерде? Тапсырма оңай. Кішкене ойлану керек.
Кішкене жай. Бақылаушылар тобы кішкене барынша талқылап жатыр. Жай. Осы жерде тұрып қорғасаңыздар да болады, жалпылама. Не, бір командир топ басшысы қорғаса болады. Дайын болсаңыздар, қолдарыңызды көтеріңіздер. Бақылаушы тобы дайын екен. Кім қорғайды сіздерден? Ортаға келіңіз. Ол топ дайын болмаса біз шыға берейік. Жоқ, дайын. Шықсам жүрші. Келіңіздер. Қарай келіңіздер. Сұрақты оқисыздар, жағдаятты оқисыздар, сұрақты оқисыздар. Жағдай. Сыртта спорттық жарыс кезінде бір оқушы кенеттен құлап, әлсіз дейді. Тері қызарып, тынысы қиындады. Сұрақ, бұл естен тану түрі қандай? Зардап шегушіге қалай көмектесесіз? Бізде ең алғашқы көмек көрсету керек. Бұл естен танудың түрі шаршау немесе ыстық күннің астында болу болып саналады. Кейін алғашқы көмек бұл кезде көлеңкеге немесе салқын жерге алып барамыз. Кейін басын сәл көтеріп мойнына суық дымқыл мата қоямыз, сөйтіп демалдырамыз. Кейін бұл шаршаудың себебімен келеді, немесе естен танудың негізгі себебі бұл ұзақ күннің астында болу және физикалық тұрғыда шаршау, көп қимыл жасау болып саналады. Келісесіздер ме? Жарайсыздар. Отырсаңыздар болады. Жақсы. Келесі топ келіңіз ортаға. Сұрақты жағдаятты оқыңыздар. Жағдай. Сабақ кезінде ұзақ тұрған оқушы кенет құлап, аяғы мен қолы сал болып қалды. Сұрақ. Естен тану себебі неде? Қандай алғашқы көмек көрсетіледі? Бұл яғни қан қысымының төмендеуі. Яғни бұндай жағдайда басындағы себептері, яғни балам бас айналып, терең дем аламай, яғни жүрек жағы қысылып, сондай белгілер болады. Және де бұндай жағдайда алғашқы көмекке баланың жейдесін ашытып, яғни салқын компресс бар ғой, сондай салқын компресс істеп, және де тағы да басқа жағдайлар көрсетіледі, яғни аяғын 20-30 минут бойы көтеру керек, себебі қан қысымы төмендеген кезде ұзақ уақыт тұрған баланың қан аяққа қарай жиналады да, сол миға қан бармай қалады. Сондай жағдайда аяқты 20-30 минут көтеріп, бірден орнынан тұрғызбай, салқын жерге жатқызу керек деп ойлаймын. Жарайды, жақсы. Қосып кететін болсақ, себебі ол ұзақ уақыт бойы қозғалыссыз бір орында тұруы, және де ол қанның аяққа жиналып, миға аз бөлігі баруы, және де қатты уайымдап, көңіл стресс немесе әлсіздік пен тағы басқа жағымсыз жағдайлар болуы мүмкін. Ал оған алғашқы көмек еркеңіз айтып кеткендей, бізде адамды жерге не болмаса орындыққа отырғызып, жатқызып, аяғын көтеріп, миға қанның дұрыс баруын жеткізу керек. Келісесіздер ме? Жарайсыздар, мәңіз сіздерге. Жарайсыз деген ағылу. Келіңіздер. Құтқарушылар тобы. Ортаға қарай келіңіздер. Бізге берілген жағдай, оқушы кенеттен сахнада қорқынышты көрініс көріп, есінен тана бастады. Сұрақ, бұл қандай естен тану түрі және қауіпсіздікті қалай қамтамасыз ету керек? Бұл естен тану түрі айта кететін болсақ, бұл естен тану түрі база жағдайда, яғни қауіптен қорқу түрі болып табылады. Бұндай кезде стресс, үрей туындап, миға өте жеткізбей қалуы мүмкін. Бұндай кезде бас айналғанда көзде қарайып, жүрек айниды. Суық тер шығуы мүмкін. Бұндай кезде сахнада адамдар топ жүрсе, айналаны босату керек адамдардан, оттегінде ауаны жеткізу керек, терезе ашу керек. Терезе болса ауаға баланы жерге жатқызып, есіне келсе, ата-анасына беру. Өйткені бәріміз білеміз, бала ата-анасының қасында өзінің қолайлы сезінеді. Келісесіздер ме? Сіздерге де жарайсын деген бағылу. Жақсы. Тапсырманы ойдағыдай жауап бердіңіздер. Рахмет. Енді келесі тапсырмаға кіріссек.
Енді практикалық бөлім. Теориялық өттік. Оған байланысты өздеріңіз шағын жағдаятқа байланысты сұрақ жауапқа тапсырманы орындадыңыздар. Енді практикалық бөлім. Алғашқы көмекті көрсету алгоритмін көрсетеді мен тарапынан. Естейміз, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, зардап шегушіні арқасымен жатқызу, аяғын сәл көтеру, тынысын, тамыр соғысын тексеру, таза ауа қамтамасыз ету, жедел жәрдем шақыру, арнайы әдістерді түсіндіру. Енді бізде оқу жаттығуына арналған адам манекені. Енді адам естен танып қалды. Ең бірінші не істейміз? Ең бірінші адам есі бар ма, жоқ па, соны анықтаймыз. Немесе шамалы шапалақ ұру арқылы, қатты емес, немесе құлақпен тынысын естиміз. Деміз шығарып жатқан жоқ па, бар ма, жоқ па, жарай ма? Одан кейін қолындағы пульсын немесе кеуде қуысындағы жүрек соғысын тексереміз. Түсінікті ма? Осылар анықталмай жатқан жағдайда ең бірінші 103-ке хабарласамыз. 103-ке хабарласып, мән-жайды анықтап, анықтама береміз. Яғни пәлінше жастағы ер кісі немесе әйел кісі есінен танды. Неден танғаны белгісіз, жобада 3 минут немесе 10 минут жатты. Енді алғашқы көмек көрсету кезінде ең бірінші не істейміз? Бұның қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Қасында адамдар, топ адамдар болсын не істейміз? Алыстатамыз. Жарай ма? Одан кейін аяғын көтереміз. Аяғын биік болса көтереміз. Өйткені қан айналымы не істейді? Көбінесе аяқта түседі. Көтерген кезде қайтадан қан айналымы жүрекке қарай барады да, жүрек соғысын қайтадан орнына келтіреді. Түсінікті ма? Одан кейін біздегі жемпірі немесе киімі болса, мойнын қысып тұрған соның барынша не істейміз? Ағытамыз. Ауаны не істемеу үшін, қыспау үшін. Түсінікті ғой, Енді таза ауамен қамтамасыз еттік. Алғашқы қауіпсіздікті қамтамасыз еттік. Аяғын жоғары көтердік. Енді әдісі бар. Жүрек тоқтап қалды. Тыныс алуы жоқ. Алғашқы көмек көрсетеміз. 103-ке хабарластық, мән-жайды айттық, дұрыс па? Олардан не істейміз? Барынша шамалы келгенше көмек сұраймыз. Не істеуге болады деген сияқты. Олар сіздерге осындай оң қолды кеуде тұсына қою, сол қолды үстінен қою. Түсінікті ма? Осындай ақпарат береді сіздерге. Одан кейін дене тік, шынтақ бүгілмейді, дене тік, ешқандай күш түсірмей, адамның диафрагма жағына қарай қоямыз. Одан кейін 30 рет, немесе 10 рет, 20 рет, 30 рет несіне қарай анықтап басамыз. Түсінікті ма? Міне, қойдыңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қайдадан қараймыз? Ауа жоқ болып жатқан кезде ауыз қуысын ашып, не істейміз? 3 рет дем береміз. Түсінікті ма? Қайтадан 10 рет. 10 рет қой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Қайтадан істейміз? Тыныс алуын тексереміз. Одан кейін ауызға үрлейміз. Бойын жағы не істеу керек? Шалқайып жату керек. Түсінікті ма? Енді қол қалай қойылады? Оң қол кеуде тұсына қойылады. Сол қол оның үстіне қойылады. Дене тік, шынтақ бүгілмейді, былайынан бүгілмейді. Түсінікті ма? Тік, иықта тік. Одан кейін не істейміз? 10 рет басамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Былайынан баспаймыз, былайынан. Жарай ма? Одан кейін жоғар жағынан бит баспаймыз. Іш жағынан бетіп баспаймыз. Түсінікті ма? Тек қана көкірек тұсы бар, диафрагма. Тура соны ортасынан алып келеміз. Сол жерге қоямыз.
бір келкімен басамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Түсінікті ма? Енді қазір түсінікті ма сіздерге? Енді осы бойынша қазір әрқайсыларыңыз келіп бір-біреуден 5 реттен жасап көресіздер. Түсінікті ма? Кеңіздер. Сақшылар тобы кеңіздер, бір-біреуден кеңіздер. Кезек-кезегімен келесіздер. 10 қолды қоясыз. Үстінен баса дене тік, шынтақ тік, енді 5 рет басасыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да 5 рет басып көріңіз. 1, 2, 3, 4, 5. Оңай ма екен? Кішкене қиындық бар, отырыңыз, келесі кеңіз. Енді бұл бірінші сабақ болғаннан кейін, бұл жалпылама көру практикалық ретінде. Кеңіз. Үстінен. 1, қатты баспаңыз. 2, тағы бір көріңіз. Келесі кеңіз. Тура осы жерге қоясыз. Үстінен, кішкене қаттырайық. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы көріңіз. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Келесі кеңіз. Үстінен қоясыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да. Шынтақ бүгілмейді. Тігінен. Тік. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі кеңіз. Кішкене бері қойыңыз. Үстінен басасыз. Шынтақ тік. Басыңыз. Кішкене қаттырайық. Тағы бір көріңіз. Кішкене жоғары қарай. Кішкене қаттырайық басыңыз. Келесі. Бұл жерде сіздерге практикалық түрінде көрсету, қалай көмек көрсету. Алдағы уақытта қосымша үйретемін. Сіз қолыңыз кетіп қалып отыр, тігінен қимылдамайды әшейін. Кішкене қаттырайық басыңыз. Жақсы. Бақылаушылар тобынан кеңіз. Мына жақтан кеңіз. Жоқ, кішкене жоғары. Осы жерден жоғары қарай. Дене тік, кішкене қаттырайық. Тағы да бір рет көріңіз. Жақсы, өте жақсы. Техникасы жақсы. Сәл жоғары. Тағы да көріңіз. Кішкене қаттырайық басыңыз. Келесі. Тоқтаңыз. Жоғары. Оң қолды қойыңыз. Басқаңыз. Жақсы. Тағы да басыңыз. Кішкене қат баса беріңіз. Жақсы. Кеңіз. Оң қолды қоясыз. Кішкене алақаны шамалы ашылады. Үстінен дене жоқ, шынтақ тік. Басыңыз. Тағы да бір көріңіз. Жақсы. Кішкене. Кеңіз.
Тағы көріңіз. Кішкене бар, жақсы. Жақсы. Тағы бір көріңіз. Кішкене қаттырек басыңыз ақын. Жақсы. Басқан кезде қараңыздар. Бірден тез баспаңыздар. Қарап тез басып жатсыздар. Міне, бір рет бастым. Сіздер бүйтіп жатсыздар. Түсінікті ма? Бір рет бастыңыз, кішкене кідіріс. Түсінікті ма? Кеңіз. Оң қолды қоясыз. Оң қолды бірінші. Кішкене қаттырек басыңыз. Тағы бір рет көріңіз. Жақсы, болады. Құтқарушылар тобынан келіңіздер. Жақсы. Келесі кеңіз. Кішкене бері алыңыз. Тағы бір көріңізші. Жақсы. Келесі кеңіз. Шамалы жоғары алып келіңіз. Кішкене қаттырек басыңыз. Жақсы, тағы бір көріңізші. Жақсы. Шамалы жоғары көтеріңіз. Кішкене басыңыз, кішкене қаттырек басыңыз. Тағы бір көріңіз. Жақсы. Кеңіз. Тоқтаңыз, асқыңыз. Не жерге қойыңыз? Шамалы алға қарай. Дене тік, шынтақ тік. Сіз иықпен кетіп қоясыз. Әшейін, дене тік. Сіз иықпен көріңіз ба? Әшейін. Жақсы. Сақшылар тобынан барлықтарыңыз көрдіңіздер ғой, алғаш көмек жасаудың. Бақылаушылар тобы, құтқарушылар тобы. Қиын бе екен? Қай жағынан қиын емес сіздерге? Мына жерде бізде манекен, кәдімгі адам болса, қобалжу болады. Айырмашылық бола ма? Бірақ сезіне алдыңыздар ма, қалай жасалу керектігін? Енді болашақта енді кейбір адамдар, суға батқан кезде, алғаш көмек көрсеткен кезде, естен танған кезде осы әдісті қолданасыздар. Түсіндіңіздер ма? Ұнады ма? Жақсы. Келесі слайдқа.
Енді келесі әдіс. Дұрыс және бұрыс. Сіздерге сұрақ қоям. Сол арқылы сіздер не дұрыс, не бұрыс деп жауап бересіздер. Жарай ма? Не себепті? Қазақша. Сол бойынша бағаланасыздар. Бірінші сұрақ. Естен тану мидың қанмен уақытша жеткіліксіз қамтамасыз етілуінен болады. Дұрыс. Қол көтер бағалан. Естен таныған адамға бірден су ішкізу керек. Естен тану бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін созылу мүмкін. Мына жақ бірінші қол көтерді. Ответ берген жоқ мешін. Естен таныған адамды тік отырғызып қою керек. Естен таныған адамды аммиакты міндетті түрде ескету керек. Бұрыс. Естен тану әрқашан қауіпті аурудың белгісі болып табылады. Бұрыс деп жауап берді. Тыныс алуын және тамыр соғысын тексеру алғашқы көмектің маңызды бөлігі. Бақылаушылар тобы бірінші қол көтеріп жауап берді. Зардап шегушінің аяқтарын сәл көтеру қанның миға бару. Бірінші мына жақтан естін. Енді бір сұрақ қойып жіберсем. Естен таныған адамға жалғыз қалуға рұқсат етуге болады. Не себепті? Бұрыс, бірақ не себепті? Естен таныған адамға жалғыз қалуға рұқсат етуге болады. Менің ойымша болмайды, себебі жалғыз біраз адам кезде біраз уақыт естен танылған болса, ол өте қауіпті болады. Естен тану кезінде келесі жағдайға байланысты ең алғашқы көмек көрсету керек. Ол адамның келесі уақыттағы өміріне байланысты керек. Сол себепті алғашқы көмек көрсету. Дұрыс айтасыз. Сіздерде бар ма қосатын? Олай қалдыру дұрыс емес деп ойлаймын, себебі ол кезде не болатынын білмейміз ғой. Адамның ойында бетте жаман да қалдырып, ол қандай кетуімізді жағдайды. Осыншалықты дұрыс қалдыруға. Жақсы. Сіздерде бар ма қосатындарыңыз? Менің ойымша бұл дұрыс емес өйткені естен танығанда бірінші көмек көрсеткеннен есіне келмесе, оған бағалау керек. Жедел жағдай келгенше. Дұрыс айтасыздар. Адамды, естен танған адамды ешқашан жалғыз қалдырмаймыз. Түсінікті ма? Қасында алғашқы көмек көрсете алмасаңызды қасында қадағалап қарап отыру керексізді. Түсінікті ма? Әлеке келесі нені қойыңыз. Екі тапсырмаңыз. Сауытта. Енді сабақты қорытындыласақ бүгін. Сабақта не түсіндіңіздер бүгін? Жалпылама. Сабақта не үйрендік бүгін? Яғни біз бүгін сабақта алғашқы көмек көрсету, яғни естен танған жағдайда қалай жасанды дыхание беру керек екенін үйренген болатын, және де басқа да көмек көрсету түрлерін үйрендік. Жақсы. Біз бұрынғы сабақта, яғни адам естен танған кезде оның қандай түрлері бар екенін білдік. Сонымен қатар оған қалай көмек көрсету керек екенін және де бұны және де практикада пайдалана білдік. Өмірде болса, яғни оны шын өмірде қолдана аламыз. Мен адам қандай жағдайда және де қандай себеппен естен тану мүмкін екен, және де естен тану кезде адамға қандай көмек беру қажет екенін. Жақсы. Сабақ ұнады ма сіздерге? Қай жағынан ұнады? Бүгінгі сабақ маған өте ұнады, себебі біз бүгінгі
сабақта практикалық сабақ арқылы қалай алғашқы көмек көрсету керек екенін және де естен таудың себептері мен негізгі көмектерін түсіндік және де білдік. Айтыңыз. Бұл сабақ өте қызық болды. Өйткені біз мәлімдеген адамда практика арқылы қалай жасанды дыхание жүргізгенбіз. Иә, көмек. Енді бүгін сабақта, білгенімізше, алғашқы адам естен танғанда алғашқы көмек көрсетуді түсіндіре алдым деген ойдам. Бірақ қосымша не білгілеріңіз келді бүгін сабақта? Бүгін сабақта мен түсіндіргеннен бөлек не білгілеріңіз келді? Егер де адам қосымша көмек берген кезде адам естен танған адам оянбаса, дәрігерлер оларға қандай көмек бере алады? Дәрігерлер көмек бере алмай. Қалай көмек беру керектігін айтып отырсыз, естен танып қалған кезде. Жарайды, келесі сабақта оны арнайы мамандар шақырып сабақ өткіземіз. Сізде? Яғни естен тану емес, егер адамда инфаркт, инсульт болған кезде қандай алғашқы көмек бере аласыз? Соны беріңіз. Жақсы. Келесі сабақта осы мәселені жалғастырамыз. Так, кімде бар? Не білгілеріңіз келді бүгін сабақтан бөлек? Тақырыптан бөлек не білгілеріңіз келді тағы да? Көмектің түрлері бар ғой? Бар ма? Сақшылар тобынан бар ма? Қандай сұрақ қойдыңыздар? Бүгінгі тақырыптан тағы да не білгілеріңіз? Сіз инфаркт айттыңыз. Егер адам қалған жағдайда аузына көбік ағып. Осын білгіңіз келді ма? Мынандай мәселе бар. Көбік ағудың этаптары бар. Мысалы, уланудан болуы мүмкін деген сияқты. Оны көбік аққан кезде бірінші аузын тазалаймыз. Арнайы шүберекпен немесе бинтпен, матамен аузын сүртіп тастадық. Одан кейін оған қайдан не береміз? Таза ауа береміз. Ол өйткені есін жиып тұр ғой, оған қосымша не береміз? Су береміз. Содан бетін сумен жуамыз. Тағы да айтарым, 103-ке хабарласып, мән-жайды айтамыз, ескертіп. Жарай ма? Тағы? Енді жарайды, енді естен тану кездегі алғашқы көмек көрсетуді түсіндірдік. Енді түрлер көп. Алдағы уақытта бұл бүгінгі бірінші сабақ болғаннан кейін сіздерге жалпылама қалай көмек көрсету керек, қалай кеуде қуысына массаж жасау керек, соны жалпылама түсіндіру. Келесі сабақта бұны тереңірек не істейміз? Ары қарай дамытамыз. Массаж жасаудың қалай алып шығу кенеттен деген сияқты. Түсінікті ма? Енді бүгінгі менің өткен сабағым сіздерге ұнады ма? 1 балл мен 10 балдың арасында қанша балды бересіздер? 10 балды бересіздер ма? Сабақ ұнамады дегендеріңіз бір шапалақ ұрасыздар. Сабақ вообще мүлдем ұнамады. Бір шапалақ бересіздер. Бар ма шапалақ ұрасыздар ма? Сабақ енді орташа өтті, 2 шапалақ. Ұрасыздар ма? Орташа өтті енді. Сабақ өте ұнады, өте жақсы өтті десеңіздер, 3 шапалақ. Жақсы, рахмет. Бүгінгі сабаққа атсалысқандарыңыз үшін рахмет баршаңызға. Енді біразыңыз біліп жүресіздер. Мен де сіздер осы тақырыпты өту арқылы мен де кішкене есіме түсірдім. Өзіме де тәжірибе жинадым. Орнымыздан тұрамыз. Жинақтал. Реттел. Сабаққа қатысқандарың үшін алғыс айтам. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.